сәл түсірсем менің тісі болады. Мен қазір ғана кіргем. Қараңыздар, өзім бірінші ашқан достар каналым. Жазуым планшетте ашылады. Қараңыздар, дастан Полат деп ашқам. Екі бауырларымның бәрі алып жатыр. Достар, мен осындай нәрселер көп жата тұрайық. İstif gelmiştir. Şimdi karantinasız. Benim üzerine koyuyorsunuz, kalıp oturuyorsunuz. Benim kaynakta cümsem sıkıldı. Dostlar, ben geldim. Ben yüzümde koymayayım ya da. Doğru. Tadirken hatta bunu sana koyma. Daha boşumuzdan var. Sonra gidip koyayım. Sırlık korkuda durum sırmına. Şimdi bir sırmına alacağım. Karışım olmasın. Hadi korkuda sabır. Sırlaydı. Come, makwa. Come. Ada motor sih. Yes, sudah. Betul. Benisi. Atau distribusi. Ana turistler. Ana birinci kadar yığıntısının karnımızı alsın. Tavukların hem öz ilişkilerine tavukların
Son kostumu da. Ne? Kostumun nasıl sır. Biliyorum. Size ne? Birbirlerine kırıkan o. Batman'da birbirlerine kırıkan. Елестетейік, егер сен күнде бір ғана мейрамды тойласаң, не болады? Мысалға, жаңа жыл. Онда сенің жасың жетпіске келгенше 26 мыңнан астам жаңа жылды қарсы аласың. Күнде шыршаны безендіресің. Жұмысқа да, мектепке де бармайсың. Өйткені сенің әр күнің жаңа жыл. Адамдардың 77% жаңа жылды үйде тойлайды. Сонда адамдар үйінен ешқашанда ұзап кетпейді. Күнделікті елбасының құттықтауын тыңдайтын боламыз. Телевизордан күнде Один доманы көрсететін болады. Жер бетінде көптеген өзгерістер орын алып, адамдар қатты өзгере бастайды. Сен жаңа жылды күнде тойлау жақсы деп ойлайсың ба? Әрине жоқ. Әр нәрсе өзінің орнымен болғанына не жетсін. Видеоларымызды достарымызға таратып, оның жазылуына жеткізіп, канатты көтермейді. Логика деген керекті. Біздің миымыз күшті болу үшін, ол әрқашан жұмыс істеп тұруы керек. Біз сіздерге миды жаттықтыруға 10 секунд уақыт кеттік. Ал енді бірінші сұрақ. Бұл суретте бір қателік бар. Сіздің бар жоғы 10 секунд уақытыңыз бар. Жауабы 14 болады. Ал енді келесі сұрақ. Суреттен екі бір-біріне ұқсас затты табуыңыз керек. Tamam mı? Енді логикалық сұрақ. Бір адам жаңбырдың астында қалып қойды. Оның басына киетін ешқандай заты болмады. Бірақ ол үйіне келгенде оның бірде-бір шашы су болмады. Ол қалай мүмкін? Ойланып алу үшін видеоны тоқтатып қойыңыз. Әрине, ол адамның шашы су болмайды. Өйткені ол адам тақырбас. Енді келесі сұрақ. Бұл суреттен қанша үшбұрышты көріп тұрсыз? Видеоны тоқтатып ойланып алыңыз. 5 әлде 3. Жауабы 7 үшбұрыш болатын. Мінекей. Егер де сіз біздің барлық сұрақтарымызға бір жауап берсеңіз, сіз өте ақылды адамсыз.
каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Вначале этого выпуска хочу вам посоветовать канал Лолита Ля. Там вы найдете, как похудеть, как избавиться от прыщей и другие. Всем привет, с вами Иван Кот. И у меня есть свой канал. На нем вы увидите стыд. Берілген сызықтан қай шеңбердің символы дәл келеді? Yakın mı? Дұрыс жауабы бірінші шеңбер. Номер екінші сұрақ. Алдыңызда аяқталған 4 сызық берілген. Қай сызық алмамен жалғасып тұр? Bir. Дұрыс жауабы Екі. Номер үшінші. Алдыңызда 2 квадрат берілген. Қай квадрат үлкен деп ойлайсыз? Қарады. Дұрыс жауабы 2 квадраттың ұзындығы мен ені бірдей. Номер төртінші. Алдыңызда 2 стол берілген. Қай столдың беті үлкен? Beti mi? Sıtı. Қай столдың беті үлкен? Beti mi? Beti mi? Beti olsa mı birinci tutturan? Yeni olsa bilmeyeceğim. Ne biliriz? Дұрыс жауабы 2 столдың беті бірдей. Видеоның соңына да келіп қалдық. Видеодан соң лайк басып, каналға жазылып, және бүкіл желісіне жазылуды ұмытпаңыздар. Ne görüyor? Сәлем достар, білімді ұрпақ ел тірегі демекші, ойлау жүйесін бала кезінен дамыту дұрыс болады. Бірақ ойлау қабілетін жоғары деңгейге жеткізуге адам жасы ешқашан кедергі болмайды. Сондықтан да бүгін барлық көрермендерімізге ұнап, көбі келесі бөлімін асыға күткен топтаманы жалғастырмақпыз. Сізбен бірге Пазл каналы. Бүгін логикалық сұрақтардың 3-ші бөлімін көріп, миымызды бір жаттықтырып аламыз. Дайынсыз ба? Ал онда кеттік. Мен оның кеткенін қалай. Өйткені мына бір әділ болу керек. Қазақты басып, вот сен Қытайдың туын көтеретін болдың. Кім екен мына? Қазақты басып, туын тігіп мына жерде қазаққа ойына келгенін айтып, сөйтіңдер, бүйтіңдер мына. Болды, жұмысқа шығыңдар деп сөйлемей тұрады бауыр. Олай істеудің ешқандай керегі жоқ. Әділет қазақтың рухын өшпейді. Қазақтың мен қанша жылдан армандаған нәрсесі мен ойымда тұрады. Мен өйткені қазақтың баласымын, қазақтың ұлымын. Қазақтың бар Қытайдың қазақтарды алып Қытайлар сайқымазақ қылғанын мен қаламаймын. Ана Әмина деген қызарым болды. Мен қанша рет айттым оған. Қарындасым, сен бір ауыз сөз айтшы осыған. Жолама, жаныма, жолама, маңайыма келме десең мен ол Қытайды жасайын дедім. Кеше мен оны Kurtulması kelmegen can tanımızdan soğayıp cana korgan Tuğba ulduna tanı Avya soğusun Алматы облысында салынып жатқан цемент зауытының төңірегіндегі дау әсіресе әлеуметтік желілерде ушығып барады. Желі қолданушылар аймақта Қытай азаматтары көбейіп кетті, жерімізге зауыт салып жатыр деген мағынадағы пікірлерді жазып, WhatsApp арқылы түрлі аудио жазбалар таратуда. Енді әлеуметтік желі арқылы дүрлігіп жатқан халықтың наразылығына орай облыс әкімі түсініктеме беріп, Қытай азаматтарының зауытқа қандай қатысы бар екенін түсіндірді.
Қытай Қазақстан достығының орнатады сондай былжырап Болсын сөзге құмар бұларда, Құран сөзі бір жақта, бері бір жақта. Болса, Қытай азаматтарының жұмыс істеп жүргені рас. Тек қана олардың жұмыс істеу тәсілін, тәртібін жергілікті халыққа, жергілікті халыққа қызмет жұмысшыларға үйретіп. Сонымен мен алдандым айдарында бүгін алданатын Ибрагимов. Серік Ибрагимов. Қалай алдаймыз, Еркебұлан? Жалпы біздің білуімізше Серік біздің досымыз, әнші, өте талантты актриса десек те болады. Айшамен бірге жақсы қарым-қатынаста, достық қарым-қатынаста. Сондықтан барынша біздің досымыз, оның да біздің де дос Айшаны барынша пайдаланбақпыз, иә? Иә. Келсесіз, Айша? Енді қатты қорқытпасаңдар, енді көрейік. Сіздерге ұнап жатыр сені айтамын. Қорқытпасаңдар, енді көрейік. Енді алдын операциясының қысқаша мазмұны мынадай. Біздің әсел атты гримеріміз біздің Серікке грим салып жатады. Осы кезде Айша келіп өзінің портмонесін қасында тастап. Иә? Сөйтеді Айшаны дереу съемка, яғни түсірілімге шақырады да, сол кезде Айшадан кейін ұры кіреді. Ұры кіріп, жайдан-жай сол портмонені алып кетеді. Әрмен қарай не болатынын, құрметті достар, барлығымыз бірге тамашалайық. Мөлдіреген көзден көріп қалдым дейін. Сәл жүресің. Осылай бантикті алып келетін сияқты. Күшті жүресің. Күшті, аса дегенде, мәнінде. Сол меген ішінде. Көбімнен адам. Саған деп тұрған жоқ қой, мне деп тұрған. Мне вот розовый, вот здесь вот половина розовый, и вот половина вот это. Половина черная, да? А это? Что он можешь? Что он говорит? А Серега? Ага, не видел Серега? Какой? Я уже читала уже, да? Қандай? Ладно. Бірақ мына жерден картмен алып кетіп отыр. Қайда болсын? Жоқ, мына жерден картмен алып та біреу алып шықты ғой жаңағы маған. Ойланып айту керек қой, бірақ ойланып емес, мен сені көрдім. Сен айтты ғой, что я сама алдына шығып кеттім, сыртқа шығып кеттім. Серега говорит. Конкретно сосын уверенно мен Уверен. точно, да? А как конкретно мен алғаным? Не думаю, что портмоном гонит сидит, угорает, наверное, сам.
Не надо. Нет. Василий, ты его видел? Эй, он лайк твой серик. Что вы взяли? Все. Эй, подожди. Эй, ой, да. Эй, вы чё? Эй, вы чё? Эй, ну-ка перестань. Қандай сезімдесің енді? Қол дірілдеп тұр қазір. Мен де Кәніге қолын көрейінші. Кәніге сезім кәніге. Нерві ғой мынаған қызыр, нерві. Ашу деген. жоқ енді бір кезде Айшаның түріне қарасам уже менің настроением жоқ деп кейіннен бастады. Содан кейін бәрі шығып кетті. Мен шығамын шығып кетті да бір кезде. Жаңағы есімі жоқ келді да, жаным келді да мен Бақтияр сәле қалай деді да. Бұны демелерген сонымен шашымды анандай көтеріп тұрған соң сен осы бантикпен шығып кетсең деп бір кезде прибылсаным деп күлді да. Хатменен алды да былай. Шығып кеткеннен кейін барып Айшаға келіп қайып айтып Или кто? білмеймін, мен осы шығар, сен шығар орамын, сен есің бе? Бақтияр. Бақтияр, сен бе орамын, сен... Эй, он лайк твой серик. Что вы? көтеріп тұрған соң. Он или кто? Білмеймін. Ал ол қашып кететін жер до конца мен де тұрмын ғой мына жерде, мен ұрлық шығып қалдым ше. Не надо. Нет. Василий, ты его видел? Подожди. Эй, вы чё? Эй, вы чё? Сонымен до конца көрейік деп едім ғой енді. Негізі ана камера десем, негізі сол камераға қарап тұрдым ғой мен бірінші. Нақ болып қойған деп, сосын кейін жаңа ұрламайтын затқа алдынан бері тұр деген екен. Дедім, мән бере алмаған. Соны көрейік деп жатырмын ғой, мен айналдырып көрейік, может сол шығар десем. Ана камера істеп тұр, ана камерадан көрсін. Камера жақын тұрмайды. Ол может істемеуі де мүмкін деген, барып содан